Ақшаны қай банкте жинаған тиімдірек? Енді әртүрлі банктерде әртүрлі депозиттер бар, қарапайым депозиттер бар. Ақшаңыз саласыз, кез келген уақытта шеше бересіз, немесе пайызы одан сізге беретін пайызы одан көбірек депозит түрлері бар. Ол жерде ақшаны кез келген уақытта шеше алмайсыз, белгілі бір уақытқа шасты сол кезге дейін жинайсыз. Енді егер ойыңызда үй алатын ой болса, үй алам деп ақша жинаймын десеңіз, отбасы банкіне депозитке ақша жинағандарыңыз абзал. Отбасы банкте басқа банктер сияқты ай сайын 15-18% сізге беріп отырмайды. Жылдық үстемақысы 2% ғана вознаграждение беріп отырады. Жылына бір рет 20% госпремия беріп отырады, жаңағы жатқан суммаңызға байланысты. Айына 2% вознаграждение аз деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ үй алам деген ой болса, отбасы банк депозитіне жинап қойсаңыз, болашақта тиімді ипотекамен, пайызы төмен ипотекамен үй алуға мүмкіндіктер болады. Сіз неғұрлым көбірек жинасаңыз, ұзақ уақыт жинасаңыз, соғұрлым тиімдірек ипотеканы алуға мүмкіндік болады ағайын. Осы видеоны таныс туыстарға жіберіп қойыңыздар. Қалай үй алам, қайда депозитке ақша жинаймын деп жүрген жандар болса көрсін. Парақшада ипотека туралы ақпараттар айтылады, тіркеліп қойыңыздар.